Армысыздар, құрметті ұстаздар, гүлде құлпырған қыздар. Эфирде Рауан ақпарат сазы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Нұрсабит Гүлім және менің әріптесім Сабитжан Мұхтар. Барлығымыз асыға күткен көктемнің алғашқы күндерімен бірге 8 наурыз халықаралық әйелдер күнінде келіп жетті. Бұл бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен аналар мен нәзік жанды қыздар қауымының төл мерекесі. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, шуақты көктемнің шырайлы күнімен қатар келген әйелдер мерекесі құтты болсын. Мерекеңмен гүлім, әрдайым гүлдей құлпырып, күндей айналаған нұрын шашып жүре бер. Рахмет, Мұхтар. Бағдарламамызды бастамас бұрын әріптестеріміз дайындаған сюжетке назар аударайық. Бүгінде құшақ-құшақ гүл мен сырлы сезімге толы 8 наурыз атты мерейлі мерекенің түбінде нәзік жанды қауымның өз үні мен еселі еңбегі, қайсарлығы мен қажырлы күресі жатыр. Қалың тарихтың бір парағына көз салсақ, қасқайған Нью-Йорк қаласы мен сол алып батыр қаланың әділеттілікті талап еткен нәзік жандыларын көреміз. 1857 жылдың 8 наурызында тігін және аяқ киім фабрикасының жұмысшы әйелдері үміттерін үкілеп ереуілге шығады. Осы күннен кейін алғаш рет әйелдердің қоғамдық ұйымдары құрылып, олар өз құқықтарын қорғауды қолға алады. 1975 жылы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болып жарияланғаннан кейін бүгінде бұл мереке әлемнің біраз елінде ерекше құрметпен тойланып жүр. Қазақстанда 8 наурыз халықаралық әйелдер күні ретінде мерекеленіп, бұл күні аналар мен арулар ыстық лебізге кенеліп, көктеммен бірге құлпыра түседі. Жеткізіп арманға жол күні бүгін, баққышты қызың менен ұлың бүгін. Болғанмен бар болмасын қарапайым байқалып тұрады ана ұлылығың. Әйелдер адамды бесігімен бағалайды. Өмірдің іргетасы солардың қолымен қаланады деген екен орыс жазушысы Пирогов. Ал енді бұл мерекеге арналған ізгі тілектеріне назар аударайық. Барлық қыздар қауымын шын жүректен құттықтаймыз. Көктем гүліндей құлпырып жайнап жүре беріңіздер. Көктемнің жайма шуақ мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен барша аруларды құттықтаймын. Өздеріңізге қуаныш, бақыт, таусылмайтын күлкі, зор денсаулық тілеймін. Әрқашанда гүлдей құлпырып жүре беріңіздер. Баршаларыңызды алда келе жатқан 8 наурыз арулар күні мейрамымен құттықтаймын. Өзіңізге шынайы күлкі мен өмірдегі барша жақсылықтарды тілеймін. Сіздерді халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Ура! 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 Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан екен, жәннаттың кілті ананың табанының астында деп. Ислам діні әйелдерді ерекше құрметтейді. Егерде бір үйде қыз баласы дүниеге келсе, береке, молшылық, бейбітшілік, ата-анасына қуаныш әкеледі дейді. Талай ренжітсек те еркелігімізді көтере білген, туған анамыздай маңдайымыздан сипай білген ұстаздарымызға алғысымыз шексіз. Олардың еңбегі ұлан асыр мұхитпен тең. Мұхтар, сен бұл айтулы күнде туған туыстарыңа қандай сыйлық дайындайтын ойың бар? Аналар мерекесі жылына бір рет келетін мереке. Мен анама айдың басында сыйлық алып қойғам. Ол әзірге құпия. Расында құпия болған дұрыс шығар. Ал көрермендеріміз болса 100 ойланып мың толғанып жүрген болар. Оларға көмек ретінде пайдалы кеңес айдарына назар аударайық. Ең алдымен кімге сыйлық жасайтыныңызды анықтап алыңыз. Анаңызға, сүйікті ұстазыңызға, жан құрбыңызға, әлде досыңызға ма? Бұл кісілерге ерекше сыйлық ойластырыңыз. Егер досыңыз кітапты сүйіп оқитын болса, оның талғамына сәйкес кітап сыйлаңыз. Үй шаруасындағы әйелдерге аспаздық жайлы, студент қыздарға психологиялық, тағы да романтикалық кітап сыйлауға болады. Қолдан жасалған сыйлық әрқашанда бағалы болмақ. Осыны ескеріңіз. Мысалы, қарапайым құттықтау қағаздарынан бастап, зергеленген әшекей бұйымдарын қолдан жасауға болады.
ақын жанды болсаңыз, жүректі жарып шыққан жыр шумақтарын қоса ұсыныңыз. Қалтаңыз көтерсе, соңғы үлгідегі заманауи техникаларда сыйласаңыз болады. Мәселен, iPhone ұялы телефондарынан, iPad өнімдерінен немесе ультрабуктан ешкімнің бас тартпасы анық. Ең бастысы, сыйлықты дұрыстап ұсына біліңіз. Өйткені қаншалықты бағалы сыйлық болғанымен, жөн жосықсыз бере салу ешқандай әсер қалдырмайды. Барлығыңызды айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Жер дүниенің жаңаруын, оның сәніне мән паш етіп келе жатқан тамаша көктем мерекесінің қарсаңында сіздерге және отбасыларыңызға мол береке, бақыт, шаттық, мызғымас денсаулық, болашаққа зор сенім, көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Жылдан жылға табиғаттың тамаша мерзімі көктемдей құлпырып жасара беріңіздер. Аяуланылар, сіздер өмірді нұрландырып, шаңыраққа шаттық нұрын себесті. Сіздердің қолдауларыңыз әркімнің жүрегіне сенімділікке алатады, шуақ сыйлайды. Амандықта жүздескенше, 8 наурыз мерекесі құтты болсын. келбетінде, теңдесі жоқ жер бетінде, күлкісімен бар әлемді жаралғандай тербетуге, көрген жандар таң қалатын, адал сұлу жар болатын. Қазағымның, қазағымның, қазағымның барулар-ай. Айнел күнге ұқсаған арым таза ұстаған қазағымның арулар-ай. Инабатты саматты тәлім көрген жан-жақты қазағымның арулар-ай. Қазақтың арулары, лаулаған жалындары, өрілген бұрымы ерекше қылығы, жоғалмас ешқашан жүрегінің жылуы. Өмірге көрік берген сұлулықтың ізгі әні, ғасырдан ғасырларға салтанатын бұзбады. Мінезі балдай, ажары таңдай, тәні сұлу, жаны сұлу қазағымның қыздары.